Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум, қазақ елі дейміз. Мынау бүгін 18 ақпан күні сағат 10-нан 11 минут өтті. Мен Ордабасы аудандық сотының алдында тұрмын. Яғни кеше екінші сот отырысы өткен болатын. Яғни сот отырысының барысында Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Ордабасы ауданына қарасты жалпы білім беретін мектептің директоры Төлтөбай Балжан Алтынбекқызы менің тарапыма, яғни оқушы жөніндегі орынбасары лауазымы кезімде аталған мектепте бірнеше рет акт жасалған. Ол акттерді өзінің қасындағы жүрген жандайшаптар екеуі, яғни өзінің қойып алған орынбасарлары және тағы да ағайын туыс бауырлары десек те болады, акт жасаған екен. Сол акттың негізінде мені орынбасарлықтан босатты 19 желтоқсан күні. Енді 2026 жылдың 27 қаңтар күні мұғалімнен, яғни жұмыс беруші тарапынан еңбек шартын тоқтатып жұмыстан шығарып отыр. Енді кешегі отырыстың барысында осы маған жасалған актілерді сот, яғни Ордабасы ауданының сотының судьясы Жұмабаев міндеттеген болатын, яғни акттерді маған беруге, өйткені келесі отырысқа, яғни сот отырысына дайындық барысында. Бірақ қазір таңда мен сағат 9-да келгем сотқа. Хатшы Омарова Асылзат азаматша, яғни хатшы, маған акттердің көшірмесін фотоға түсіріп алыңыз. Осындай мекемеде не жоқ дейді, серкіс жоқ, көшірмесін шығаратын. Яғни қазір таңда біз барып, көшенің жанындағы ақылы түрде көшірмелерді шығарып алуға мәжбүр болып тұрмыз. Өзімнің қалтамнан. Қандай саясат екенін білмеймін. 10-нан 13 минут өтті, мен 9-дан аса келгемін. Әлі күнге дейін сол акттерді ала алмай тұрмын. Қандай жағдайда, қандай себепте екені түсінсіз біздің Ордабасы ауданының сотында болып жатқан осындай әрекет болып жатыр.